Меморандумға қол қойылды. Ірі кәсіпорындар Балқаштық колледж түлектерін жұмысқа қабылдайтын болады. Наурыз Fashion қаламызда алғаш рет ұлттық киімдердің сән үлгісі көрсетілді. Бүгін Балқаш қаласының әкімдігі және қаланың ірі кәсіпорындарының арасында колледж түлектерін жұмысқа орналастыру бойынша ынтымақтастыққа қол қою рәсімі өтті. Атап айтсақ, Қазақмыс корпорациясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Балқаш Түстімет өндірістік бірлестігі, Қазақмыс Энерджи жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Транка Балқаш, Тастемір жол құрылыс кәсіпорны, Балқаш жібек жолы және Недра Балқаш жауапкершілігі шектеулі серіктестерімен келісім шарт жасалды. Жастарға оның ішінде техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының түлектерін жұмысқа орналастыруға мүмкіндік туғызып, экономиканың дамуына септігін тигізеді. Әкімдікте өткен жиында халықты, оның ішінде жастарды жұмысқа орналастыру, кәсіпке баулу бойынша жасалынып жатқан жұмыстар жайында баяндалды. Халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы Жанат Тампиева қаламызда жұмыссыздық деңгейі төмендеуде екенін айтты. Принимаемые меры позволяют сохранить стабильность уровня безработицы. На сегодняшний день уровень безработицы по городу составляет 3,8%. Это на 0,9% пунктов ниже предыдущего периода. То есть идет снижение уровня безработицы. Жиын соңында еңбек жолы байқауының жеңімпаздары және меценаттар мен еріктілер марапатталды. Қайырымдылық ізгіліктің анық көрінісі, адамзаттың асыл қасиеті, қоғам игілігі жолында жасаған шынайы жанашырлығы мен белсенді азаматтық ұстанымы үшін Наурызнама 10 күндік аясында бір қатар азаматтар қошеметке бөленді. Сіздердің істеріңізге қарап, келешек артымызда келе жатқан жастар да соған міне жаңа біраз жастарды марапаттады. Ол өте қуанышты. Енді осы жастардың қасына тағы жастар қосылса, тіптен жақсы болады. Ұлттық киім күніне орай Балқашта алғаш рет Наурыз Fashion сән көрсетілімі өтті. Онда қала тұрғындары мен қонақтарына ұлттық киімдер мен қазіргі заманғы сәннің үйлесімі таныстырылды. Сән көрсетілімі тек Наурыз мерекесін атап өту ғана емес, сонымен қатар қазақ мәдениетін әлемге таныту және ұлттық өнерді дәріптеу мақсатында ұйымдастырылды. Қазақ халқымыздың дәстүрімен, тарихымен ұштасқан осы нағыз ұлттық киім ғой. Бүгін 18 наурыз ұлттық киім күні құтты болсын. Баршаларыңызды келе жатқан Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Бұл үрдіс, бұл мереке жылдан жылға жаңарып жалғаса берсін. Қаламыздың белсенді өнерпаз жастары мен Балқаш аруы байқауының арулары ұлттық киім киіп сән үлгісін көрсетіп, іс-шараның көркін аша түсті. Бастама ұлттық мәдениетті дәріптеу және Наурыз мейрамының сән салтанатын арттыруға бағытталды. Балқаш қаласының тілдер орталығында ұлттық киімді насихаттауға арналған танымдық сағат өтті. Оған Маржан сөз клубының мүшелері қатысты. Шара мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру, өзге ұлт өкілдерін мемлекеттік тілде қарым-қатынас жасауға және қазақ тілінде сөйлеуге машықтандыру және қазақтың ұлттық киімдері туралы білімдерін кеңейту мақсатында ұйымдастырылды. Ұлттық киімдер өте маңызды қазір заманға. Сол біз ұлттық киімдер салтанатты жиынға және күнде киінеміз. Біздің ұлттық киім әртүрлі түсті, әртүрлі ою-өрнектер бар. Бүгінгі сабақта мен көп мәліметтер алдым. Сабақ қатты ұнады. Мен бүгін көп қызықты ақпарат таныдым. Қазақ халқының ұлттық киімдері халықтың байырғы тұрмыс салты мен рухани әлемінің көрінісі. Киімдер табиғи жағдайларға және халықтың мәдениетіне сай дамыды. Танымдық сағаттың негізгі міндеті мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру, өзге ұлт өкілдерінің қазақ тілін тез меңгеруіне және күнделікті қолдануына ықпал ету. Шара соңында Абай жолы романынан көрініс көрсетілді. Қалалық әкімдікте мәслихаттың тұрақты комиссиясының отырысы өтті. Күн тәртібінде Балқаш қаласында жолдардағы құқық бұзушылықтардың алдын алу және жол көлік оқиғаларын азайту мәселелері қаралды. Жыл басынан бері жол қозғалысы қауіпсіздігін күтіп ұстау және қамтамасыз ету саласындағы құқық бұзушылықтар үшін 14 лауазымды және заңды тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
С февраля текущего года отдел полиции города Ағымдағы жылдың ақпан айынан бастап Балқаш қалалық полиция бөлімімен 360 градус үздіксіз бақылау функциясы бар алдыңғы және артқы жағындағы жылдамдықты арттыруды тіркейтін және әртүрлі мәліметтер базаларында салыстыру арқылы нөмір белгілерін автоматты түрде анықтайтын 2 патруль G2 бағдарламалық аппараттық жүйесі сатып алынды. Жиын барысында қаланың 2025 жылға сәулет және құрылыс жоспары да айтылды. Қалалық ортаны жақсарту үшін сәулет бөлімі бір қатар көшелерді абаттандыру эскиздерін ұсынды. Мәселен, Ағбай Батыр көшесін абаттандыру және көгалдандыру, сонымен қатар көп қабатты үйлердің қасбеттерін бояу сынды ұсыныстар айтылды. Қаламызда құқықтық тәртіп республикалық жедел алдын алу шарасы өтуде. Көшелерде және басқа да қоғамдық орындарда тиісті қоғамдық тәртіпті сақтау, сонымен қатар Наурыз мерекесі қарсаңында қылмыстардың жолын кесу мақсатында ұйымдастырылуда. Жедел профилактика кезінде ішкі істер органдарында есепте тұрған азаматтарды тексеру жүзеге асырылуда. Бұдан бөлек тыйым салынған заттарды заңсыз сақтаған немесе тасымалдағандарды анықтау жұмыстары жүргізілуде. Алдымызда келе жатқан осы Наурыз мейрамына қатысты осы Балқаш қаласында және де осы қылмыстың алдын алу, криминогендік ахуалды түзету мақсатында республикалық жоспарға сәйкес құқықтық тәртіп профилактикалық шарасы өтеді. Оның өту мерзімі осы 2025 жылдың наурыз айының 18 мен 20 аралығында өткіземіз Балқаш қаласында. Енді ол бойынша бұйрық бар. Қарағанды облысының полиция департаменті бастығының да бұйрығы бар, нұсқамасы бар. Енді бұл профилактикалық шараның басты мақсаты ол қаламыздағы қоғамдық орындарда көшелердегі қылмыстардың алдын алу, осы жерлерде қылмысты жібермеу мақсатында жаңағы полиция бөлімінің қызметкерлері күшейтілген тәртіпте жұмыс атқарады. 21 наурыз күні мерекеге орай ауыл шаруашылық жәрмеңкесі өтеді. Әдеттегідей сенбі күндері өтетін шара бұл жолы жұма күніне ауыстырылды. Тұрғындарға жеміс-жидек, азық-түлік, ет және сүт өнімдерін арзан бағада ұсынылмақ. Балқаштықтар үшін ұйымдастырылатын шарада Ақтоғай ауданының ауылдарынан ауыл шаруашылық өнімдері сатылымға әкелінеді. Жәрмеңке таңертеңгі 8:00-ден бастап Язев көшесі 2Е мекен жайында өтеді.